Сәлем, бұл Миратрикс. Мұнда біз кино талқылаймыз. Кинотеатрларда F1 деген фильм жүріп жатыр. Онда кішкентай кезімнен ұнататын Брэд Питт түседі. Қысқасы сол фильмді көріп қайттым, оймен бөлсемін. Жайғасыңыздар. Негізі о баста мен фильмді көрмеймін дегенмін. Өйткені спорттық драмалар, байопиктер секілді бірдей сюжеттік бұрылыстардан тұрады. Оған қоса фильмге тапсырыс берген компания Формула 1-дің өзі, яғни онда кейбір заттарды көрсетуге рұқсат етпесі анық. Алайда фильмде жиналған команда мені қатты қызықтырды. Продюсері Кариб теңізінің пираттарының әкесі Джерри Брукхаймер. Режиссері Топ Ган Мэверикті түсірген Джозеф Косинский. Яғни шал жұлдызды транспортқа отырғызып күшті кино түсіре алатын кісі. Композиторы аңыз адам Ханс Циммер. Оператор Клаудио Миранда Пи өмір мен Бенджамин Баттының жұмбақ оқиғасын түсірген адам. Фильмнің монтажын Оушен достарының монтажері Стивен Марионе жасады. Шынайлықты формуланың 7 дүркін чемпионы Льюис Хэмилтон қадағалады. Актерлік құрамда Брэд Питт пен Хавьер Бардем бар. Бір сөзбен өте мықты команда жиналды. Сонымен қатар картинаға формуладан басқа Apple компаниясы атсалысты. Ол үшін арнайы команда құрылып, түсірілімдерді шынайы трассаларда жасады. Көрерменге ұнау үшін барлығы жасалды, в общем. Түсірілім жағынан шынымен де өте мықты кино болды. Брэд Питт қазіргі уақытта бүкіл әлем мойындайтын секс-символ жоғын түсініп, бұл атақты өзіне қайтармақ болды деген ойым бар. Оның әр сахнасы әйелдер мен кейбір еркектерді қызықтырады. Бір сөзбен айтқанда, фильмде көзайымға айналатын адамдар да, сахналар да жоқ емес. Бірақ фильмнің сюжеті мен ойлағандай тым голливудтық болып шықты, және біз мұның барлығын бір жерден көрген сияқтымыз. Екі бір-біріне үйренісе алмай жатқан әріптестер, жарыс, жеңіс, жеңіліс және достық. Ол туралы кем дегенде екі мықты фильмі атай алам, бірден былай ойдан шыққан кезде. Оның бірі бәріміз көргенбіз, жақын арада шыққан Форд Феррариге қарсы деген фильм. Атауынан түсінікті, фильмде қарсылық бар, екі мінез, екі философия, бірақ бір нысана, жеңіс. Өте күшті фильм, көрмесеңіздер, осы видеоны тоқтатып қойып, лайк басып, сол киноны көріңіздер. Екінші фильм жарыс, яғни гонка. Мұнда да түсінікті, екі адам жарысады. Крис Хемсворт пен Дэниэл Брюль ойнайды ол фильмде. Екі өте мықты қарсылас, бірін-бірі өлтіре жаздайды. Қысқаша айтқанда, көрерменге де, сыншыларға да қатты жаққан кино. Ал енді F1. Бұл фильм туралы да аты айтып тұр негізі. Мұндағы қарсылық тек команданың ішінде ғана болады. Өйткені Формула 1 тапсырыс беруші ретінде басқа команданы зұлымдық көзіне айналдыруға рұқсат етпейтіні анық. Негізі F1 ақш көрермендерінің арасында жарысқа деген қызығушылықты артуға арналған кино. Мұнда қартаймайтын секс-символ, қара нәсілді өте дарынды жігіт бар. Мінезі мықты әйел бар. Мұның барлығы ұнамаса өте тартымды және тым жақсы испан еркегі бар. Пенелопа Круздың басын айналдырбаған кезінде. Ал сюжет жоқ. Жоқ дегенде көрерменге жаңа ешнәрсе алып келмейді. Өйткені ондай тапсырма берілген жоқ. Формула басшылары үздіктердің үздігін жинап алып, мықты кино түсірейік, Америка бізге қызығатындай деген ниетпен маркетинг жағынан жасалған кино түсірді. Дұрыс түсініңіздер, мен фильмді жамандап жатқан жоқпын, бұл нашар кино емес. Бұл таңертең ішкен шайды кешке тағы ішкендей сондай бір дәмі бар кино. Сюжеттік бұрылыстарын алдын ала біліп отырасың, ал формулаға қызығатын адам болсаңыз, тіпті көруге деген ынтаңыз қашып кетеді. Өйткені фильмнің басынан ақ шын формулада орын алуы мүмкін емес заттар болып жатады. Жалпы фильмнің завязкасы, фильм оқиғасына бастама беретін жайт шын өмірде мүмкін емес зат. Оны көрген кезде түсінесіздер не туралы айтып жатқанымды. Түсінбесеңіздер Википедияға кіріп, жаңағы Формула 1-дің шартын оқыңыздар. Бірақ оны ойлап жатқан ешкім жоқ. Өйткені керемет музыка, керемет қойылым, керемет Брэд Питт. Фильмде жиналған команда бірлесіп не істесе де көрерменді қызықтыра алады. Айтпақшы, кино продюсері Джерри Брукхаймер осыдан 35 жыл бұрын жап-жас Том Крузбен «Күн күркіреу күндері» деген фильм түсірген еді. Ол да Топ Ганның артынан шыққан кино. Сол фильмде жас шабандоз тәжірибесі асып тұрған қарсыласын жеңемін деп жол апатына ұшырайды. Сол фильмнен кейбір сахналар көшкен мына фильмге. Сюжеттік бұрылыстар былай тұрсын, сахналары көшкен. Айтпақшы, F1-де де жол апаты орын алады, алайда мұндай ауыр сахна ешқандай әсер қалдырмайды. Өйткені Брэд Питт супер қаһарман. Ал қара жігіт жарақат алмайды, өйткені ол дарынды бала. Екеуі де келесі жарысқа дайындала бастайды. Не үшін соғысты, не үшін апатқа ұшырады, ол апат сюжетке не алып келді деген сұрақпен отырасын жаңағы керемет киноны көріп. Онысы мейлі, фильмде антагонист жасауға болмайды екен. Оны басқаша құрастыруға болар еді. Жаман команда жоқ, басқаларға жол бермейтін команда бар дерлік.
сол команданы бір рет болсын жеңу керек, бірақ ол үшін бір-бірін жақтырмайтын екі шабандос бірлесу керек. Мықты классикалық сюжет аркасы. Мысалы, Керемет жетілік деген фильм бар, классикалық фильм. Сол аркамен жұмыс істейді ол да. Бірақ фильмде драмаға толы сюжет болғанда көрермен назары оқиғаға ауып кететін еді. Сондықтан драманы азайтып, техникалық приемдарды көбірек етіп, экшеннан және шабандостардың формасынан бас айналатындай бір ретке арналған жақсы аттракцион түсірді. Оскарға дейін жетсе, техникалық Оскарға үмітті болатын да шығар фильмнің. Бірақ жылдар бойы адамдар бір-біріне кеңес беріп, қайта-қайта еске алатын кино емес F1. Сағыз деуге болады. Сүйікті жеміс дәмі бар сағыз. Сүйікті жемісіңді маусым сайын жейсің, ал сағызды бір шайнап тастай саласың. Вот Ford Ferrari'ге қарсы сол жеміс, ал F1 сол сағыз. Дегенмен, дәл қазіргі уақытта F1 барлық тарихи топ тізбектерде еніп, келесі аптада авторларға пайда әкеле бастайтын картина. Негізі F1 фильмі өте күшті кейс. Білікті мамандарды жинап, мықты маркетинг өткізіп, адамдарды кинотеатрларға тарта алатын дүние жасау, бұл да бір шеберлік. Және Косинский сол шеберліктің тізгінін ұстап тұр деуге болады. Естеріңде болса, карантиннен кейінгі бірінші миллиард жинаған фильм сол Косинскийдің Топ Ганы еді. Енді міне формулаға жаңа белестерді бағындыруға көмектесіп жатыр. Жаман емес. Мүмкін жалпы киноның индустрия ретінде болашағы да сонда шығар. Айтпақшы, Netflixте бірнеше маусымнан тұратын деректі фильм бар екен. Формула 1 туралы. Осы видеоға дайындалып жатқанда білдім. Өте қызық, бос уақытыңыз болса тамашалаңыздар. Менің осымен айтарым бітті. Келесі көріскенше жақсы кино көріңіздер.